Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін биотехнология жаңалықтары Сахиев Жүніс уақыт қайтарымы бөлімі бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы тағам биотехнологиясы, екінші сабақ. Оқу мақсатына негізделген сабақтың мақсаты жазба жұмыстарында шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру. Жазылым 7-ші тапсырма 37-ші бет. Сөйлемдерді шартты бағыныңқылы құрмалас сөйлемдерге айналдыр. Бірінші. Қазіргі кезде қымыз биотехнологиясы жан-жақты зерттелуде. Екінші. Қымыздың ашуы ғалымдарды қызықтырып отыр. Үшінші. Қымыздың құрамында С дәрумені өте көп. Төртінші. Қымыз құрт ауруының алдын алады. Бесінші. Онымен ауырған адамның тез жазылуына ықпал етеді. Алтыншы. Ашыған қымыз шөлді басады. Жетінші. Қан тамырды зиянды қалдықтардан тазартады. Қымыз ашығанда пайда болатын сүт қышқылы астың жақсы қорытылуына көмектеседі. Міне балалар, берілген сөйлемдерді шартты бағыныңқылы құрмалас сөйлемге айналдырамыз. Жазып болсаңыздар, өзіңді тексер. Егер қазіргі кезде қымыздың биотехнологиясы жан-жақты зерттелсе, онда біз ең жақсы нәтижеге қол жеткіземіз. Екінші, егер қымыз зерттелмесе, онда оның ашуы ғалымдарды қызықтырмас еді. Үшінші, егер қымызда С дәрумені көп болса, бұл біздің денсаулығымызды жақсартады. Төртінші, егер қымыз құрттың пайда болуына жол бермесе, онда бұл емдеудің ең жақсы әдісі болады. Бесінші, егер сіз осыдан зардап шеккен адамды тез қалпына келтіруге үлес қоссаңыз, онда нәтиже ең жақсы болады. Егер ашыған қымыз шөлді қандыратын болса, оны жолға шығаруға болады. Егер қымыз қан тамырларын зиянды токсиндерден тазаласа, онда оны дәрі ретінде тағайындауға болады. Егер қымызды ашыту кезінде пайда болатын сүт қышқылы тағамды жақсы сіңіруге көмектесетін болса, онда бұл туралы барлық науқастарға кеңес беруге болады. Міне балалар, берілген сөйлемдерді шартты бағыныңқылы құрмалас сөйлемдерге айналдырдық. Келесі жазылым 8-ші тапсырма 37-ші бет. Қымыз туралы ақпаратты пайдаланып, жарнама дайында. Дескриптор. Қымыз туралы ақпаратты пайдаланып, оқушы жарнама дайындайды. Өз жауаптарыңызды ықтимал жауаппен салыстырыңыз. Қымыз қазақ халқының ежелгі қышқыл және дәмді сусыны. Қымыздың көптеген емдік қасиеттері бар, және олар өте пайдалы. Біздің ата-бабаларымыз ежелгі уақытта да осы қымыз сүтімен емделген. Қымыздың дәмі керемет. Қазақстанда қымыздың дәмін татпайтын адам жоқ шығар. Егер сіз сау болғыңыз келсе, мен барлығына кеңес беремін, міндетті түрде қымыз ішіңіз. Міне балалар, қымызға жарнама жасадық.
Келесі тапсырма айтылым, жазылым тапсырмасы. 10-шы тапсырма 37-ші бетте. Репортер ойыны: сен журналистсің, еліміздегі биотехнология саласындағы жаңалықтар туралы ақпарат дайында және оны айт. Дескриптор: оқушылар өздерін журналистпін деп еліміздегі биотехнология саласындағы жаңалықтар туралы ақпарат дайындайды. Келесі айтылым тапсырмасы. 11-ші тапсырма 37-ші бет. Сұрақтарға жауап бер. Ответьте на вопросы. Маған не қиын болды? Мен қандай тапсырмаларын орындадым? Мен не екенін түсіндім? Мен не үйрендім? Мен неге таңғалдым? Міне балалар, осы берілген 5 сұраққа ауызша жауап беріңіздер. Сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.